Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгін ауылына келіп жеттік. Бүгін 26 тамыз 23 жыл. Алдында 2 ай бұрын келгенбіз. Қайтадан келдік. Дұрыс бола алмай, ұстай алмай. Келіп 3 жігіт келдік тағы да. Алдында уаз досым Сұңғар, Ғалым бар, үшеуміз келдік. Әлбек бауырымның уазымен келдік. Заттарын бәрін түсіріп алып, қазір палаткамыз бар. Осыдан бастап құрамыз қазір. Жаңа палатка алдық, мынандай бір Мир кемпинг 2905 IT деген. Қазір қалай болатын, бәрін палаткамызды құрып алайық, қармақтарымызды тастайық суға. Дальнейшем көретін боламыз әрі қарай. Видаж воды böyle. Ана аяғым ұстап тұр. Қазір мен далаға шығайын да тартып шығайын. Мынау. Қазір мынаған тартайын. Шатырымызды құрып алдық. Мынандай керемет болды мынау деген. Дәу екен вообще. 3-те 60-та 3-те 60 ені, ішкі ені. Биіктігі 2-де 35. Мир кемпинг атауы. Ой, уже балыққа кірісіп жатыр балалар. Қазір мына жемдерден неше түрі бар енді. Бұл жерде мына бір Астраханский деген бар. Бағасы удай бұның да 2700 болсын. Коноплясы бар. Так, сосын мына бір жемдерге келген. Оны алдық. Клубникасы бар. Сосын конопля. Сосын Посейдонның жеңі бар. Сосын мына кәдімгі лакомкілер. Осылардан мына бір пап-ап бар. Тағы да коллиматорлар көп болсын. Осылардан қазір насадкадан істеп жем дайындайтын боламыз қазір. Бұл шатырдың іші мынадай болды. Кіреберіс москиткасы бар. 20 мет жинады ғой. Үшеулеп. Холодильник, супу. Продуктымыз. Ағам мынандай, көкем мынандай беріп өтті. Енді далаға көп шығасын ғой деп. Осындайлардан көреміз. Жақсы нәрсе екен. Ал енді балығымызға кірсек. Әдемі үшін. Су түскен екен. Биіктігі биік қой үшін. Қол жетпейді оған яқа. Смело жүресің ішінде. Так, бірінші поклевка. Қармақтардың бәрін енді салып болып атқанбыз. Орды бұру. Кішкентай ме? Ой, кішкентай. Қазір бәрі келген еге. Бопты.
Сазан? Маршал Исламович. Бәр жерінен өтті ғой, я. Спасибо айтып olsun. Елбеңе жер алды ғой. Не, әдемі. Бабусынан алған. Жарты килограмм ба? Бола ма, болма? 200-300 грамм шығар. Неге түсті ол? Бомбочка! Мына жерде жатыр ол. Мына закидушкілерді лақтырып жатыр едім ғой. Алдындағыдай бәрі өстіп лақтырып жатқан. Кәді? Сазан күтіп отырсақ лақа түскенде ақ. Әдемі? Адема, я? Кило есть? Больше? Больше чуть-чуть. Кило 300 может, наверное. Құтты болсын. Құтты болсын. Сұңғар сен жаңа осындай бір 10 килограмм лақа дедің ба? Еще больше поймаем тогда. Главное, лоху поймали. Без лаха. Жизнь плохая. Нормально. Адема. Болады. Құтты болсын әлге. Кәні майда ғой майда. А? Ще бола береді. Лақтыр, о! О, красава! Ей, өсіп бір... А Адема тоже 500 граммчик? 600-500 граммчик? Өсіп бір 3-4 килограмм шығып болғасын, пока слабы. Әлі не қылмай тұр. Не, дұрсылмай тұр балықтар. Су деген түсіп кеткен жігіттер. Алдында, на жерде тұратын тұғын осы. Осы жерде тұратын еді, бір 2 метр түсіп кеткен ғой кәдімгідей. 2 метрден аса түспесе, 1,5 метр, 2 метр түскен. Мынандай балық түсті. А? Қандай балық ол? Лещик, подлещик қой. Бір шырылдатты, что-то. Құртқа түсіп атқан. Мынандай дәу садовак киеміз, бірақ ішінде дым жоқ та. Мәз болмай жатыр жігіттер. Дұрыс балық түспей жатыр. Қазір енді эхолотты шығардым деперді. Осымен атып көру керек тұр сол. Әшейін босқа. Ой, подлещиктің несін қаяқта қанша метр тереңдік деген сияқты көру керек болып тұр. Әшейін жатыр осы да. Қазір лақтырайын да, мынаяқтың глубинасын көрейін қанша екен. Так, 1,5 метр дейді. Қош. Бар ма бір нәрсе? Алтына қармақ дейсіз. Әшін жерлемес берген. Ой, андай таппайтша жерлеген. Боковой кетіп атқан балықты ұстап алғансын ау деймін ше. Красноперка ма немене? Я его зацепил. Червяк болды, а ішінде? На червяка, да? Қолты соңғы бірақ, Я и говорю же, вот такие стандарты. Мына өзі төртақ өткенде ана ютубтан айтқан тұғын балалар. 4 крючок болады деп. Айтып сен аяқта 8 ба бір нәрсе ғой. Бәрін кесіп-кесіп саным. Мне тоже кажется, клюет.
былайынша мәз болмады бүгін. Азанда келдік. Үштері ғана кішкентай мөңкелер алдық. Түсіп кеткен екен. Басында байқамағанбыз. Сонымен келіп дипер лақтырып эхолотпен көрсек, мына жердің бәрі сол. Осы жер ғана 1,7, 1,8 сондай ақ глубина, тереңдігі. Анияқтар мен ар жағын білмеймін енді, осы жерлерді ғана көрдік. Мына жаққа бір 200-300 метр жүрдік. Сол 1,4, 1,5 мына жаққа түссек, ойбай төмен жақ деп. Ояқ вообще төмен. В общем, мәз емес жігіттер жиналып Ағылаққа баратырық. Ағылақ болсын, басқа жаққа болсын. Жаңа бөгеннен шығып Аққұлаққа барып, қайтадан бөген жаққа жүріп, Берік бауырымызға келдік. Осы жерде үйінде отыр екен. Байқоңырдың жігіті, інім. Сонымен келіп бізде анау аяқтан зат әкеліп көшу дегенді білесіздер ғой. Өте қиын. Мына братан осы қызмет етіп жүр. Қалеке, давай тез-тез. Кеш болды, әдемі болып жатыр. Балық түспегені болмаса. Нарезка. Нарезкеде бір нәрсе бар ау, бағана жыбырлап тұр. Мына жақта беріктер отыр. Может быть этот? Самяра может? Байқоңырдың жігіттері. Мына жақта біздің жігіттер отыр. Ана нені алып тастай салыңдар. Одан ештеңе алмайды. Тұлғар? Түрін кетіп қапты ғой. В общем, палатка супер, жігіттер. Осындай палатка алыңдар. Негізі керек нәрсе екен. Керек нәрсе. Қазір надан мөңке сазандардан қуырып балық қуырамыз қазір. Шемшік майы бар. Мына жақта сосиска пісіріліп жатыр. Пока молчок болып тұр. Тып-тыныш. Жел басылды. Енді ұрмаса, енді түнімен ұрамыз ғой енді. Жымық тастадық, жаңағыдай бомбочка тастадық. Аяқта жігіттерде тастап жатыр. Арғы бетте тоже бір братан аулап жатыр. Арғы ауылдан келген ой деймін. Арғанда қандай ауыл екен білмейміз. Тамаша. Күн бұлтты. Ой, әдемі болып жатыр, Анау бізде Берік сазан. үйге баған нақты берді. Кішкентай ғой. Ал осымен балық
аяқталды. Мәз емес. Түнімен жаңбыр жауды, нөсер болды. Күн күркіреп, балық болмады. Дарияны да көрдік, жан-жақты 42-ге де бардым. Қаяқ бар тағы, дарияның өзіне бардым. Әйтеуір біз барған жерден балық болмады дұрыс. Ұсталған балықтың мынадай. Аха. Осындай кішкентай.